Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмаста бір менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі видео көптің көкейінде жүрген сұрақтардың бірі, мен не үшін тауық асыраймын? Сол сұрақтарға жауап беріп кетейін. Көбі менен сұрайды, сен не үшін тауық асырайсың, не себеп тауық асырауға дейтін. Сол сұрақтардың біріне жауап беріп кетейін. Мен тауықтарымды өзім үшін для себе асыраймын. Хобби ретінде, қызығушылық ретінде тауықтарымды сол себепті асыраймын. Сол себепті мен өзім ұнаған тауығыма қанша ақша қойып тұрады. Мысалы, мына адлер ұнайын ба? Адлерді мысалы 6 мың, 7 мың, 8 мың, 10 мыңға сатса да, өзіме ұнап тұрған тауық болса мен алам. Потому что бұл менің хоббиім. Хоббидің арқасында бұларда мен жақсы ақша табам. Сезонында 500 мың табам, сезонында. Енді келесі жылы ала берсе жақсы, одан да көбірек ақша табамыз деген ойдамын. Ал қазіргі таңда енді бұлардың арқасында енді қазір сезон бітті жатыр ғой. Сезон бітті десек те болады. Енді жоқ дегенде максимально 100 мың табам. 70, 100, 70, 80 деген сияқты ғой. Солай ақша тауып отырмын қазіргі таңда осылармен. Сол себепті маған тауық баққан енді өзіме қызықты. Мына біреулер бар ғой. Теннис ойнағанның арқасында типа рахат алады, біреу бассейнге барғанға, біреуі клубқа барғанда, біреу тағын алды теннис мана. Неше түрлі адамдар ғой, әркім өзінің демалатын, біреу балыққа барғанда деген сияқты мында біреу жүр. Сол сияқты мен өзім осылай тауық асырап, тауық қарап отқанға ұнатам. Өзім демалам ғой енді, жайлап осылай қарап отырам. Қарап, демалып деген сияқты, қайсысы ауырып тұр, қайсысы ауырып тұрған жоқ деген сияқты солай қарап отырып, осылар қарап демаламын. Енді сол үшін асырайын десем де болады, өзім үшін. Хоббидің арқасында ғой ақша тауып жүрген, басқа енді артық ештеңе айта алмаймын. Асыраңыздар, көріңіздер, қызығушылықтарыңыз болса енді асырап қараңыздар. Көбі негізінде ойлайды ғой, тауық асырағанда резко пайдасын ойлап, ақшасын ойлап, резко бағатта минусқа кіріп кетеді. Сол себепті бірінші өзіңнің қызығатын нәрсемен айналысқан дұрыс болады. Бизнесте айналыссаң да, немен айналыссаң да. Демек өзімнің қызығушылығым тауық болғаннан кейін, осы тауық саласында жүргеннен кейін, тауық бағып жатырған жайым бар. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Видео ұнаса міндетті түрде лайктарыңызды басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Все, давайте.